Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен швейцар торты рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдымен жұмыртқаларды ыдысқа жарып салып, миксермен немесе венчикпен жақсылап араластырамыз. Үстіне шекерді аз-аздан қосып, араластырып отырамыз. Бөлек ыдысқа ұн, қопсытқыш, тұзды салып, араластырып аламыз. Массамызға құрғақ қоспаларды біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Енді массамызды пергамент қағазына тегіс етіп жаямыз. Мен бисквитті қызып тұрған 175 градустағы пеште ұстап 35 минут пісіріп алдым. Сіз өзіңіздің пешіңіздің немесе духовкаңыздың қыздыру мүмкіндігін ескересіз. Бисквитті бірдей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Шетіндегі қалдықтарын пеште немесе духовкада қыздырып, үгітіп, соңынан бетін әрлеу үшін қолданамыз. Енді сироп дайындау үшін суға шекерді салып, баяу отта ерігенше ұстаймыз. Шоколадты крем дайындау үшін сүт пен шоколадты қосып, баяу отта ерігенше ұстаймыз. Крем дайындау үшін сливки, маскарпоне, қант ұлпасын қосып, жақсылап араластырамыз. Алдымен бисквиттерге сироп жағып аламыз. Астыңғы 2 қабаттағы бисквитке шоколадты крем жағамыз. Үстіңгі қабаттағы бисквитке кез келген джем жағамыз.
Енді бисквиттерге маскарпоне кремін жағып, бисквиттерді біріктіреміз. Бисквит үгінділерін бетіне, қабырғаларына себелейміз. Бұның үстіне өзіңіз қалауыңыз бойынша кез келген жеміс-жидекпен немесе маскарпоне кремімен әрлеуге болады. Тортты дастарханға қоймас бұрын салқын жерде немесе тоңазытқышта 3-4 сағат ұстау керек. Сонда бисквиттер өзара кірігіп, торт әдемі қалыпқа келеді. Міне дәмді жұмсақ швейцар торты дайын болды. Сіздерге де міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Базила.